Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыз. Отырамыз. Сыныпта қанша оқушы? Жарайсыздар. Оқушылар, өткен тақырыптар математикадан қандай тақырыпқа келдік? Соңғы рет Баңғыр. Жай бөлшектер және де аңыз сандарда натурал сандар нөл санында орындау, амалдарды қолдану. Сіздердің мақсаттарыңыз не екен? Игерілген материалдарды жүйелеу негізінде натурал сандар мен нөл сандарында жай бөлшектер және аңыз сандарға амалдар қолдану білу. Сендер бастауыштан оқып келатсыңдар, математика сабағының қанша амал бар? 4 амал бар, қосу, азайту, көбейту, бөлу. Енді алдында тақырыптарда біз қандай өттік? Алдын тақырыптар жай бөлшектер бір-біріне бөлдік, көбейттік, аралас сандарды бөлдік те бір-біріне көбейттік, қостықта азайттық. Енді бөлудің көбейтуден артықшылығы қандай екен? Балнұр? Көбейтуде бірінші көбейтуде екінші бөлудің көбейтуден артықшылығы Назерке? Ол бөлуде, тек ол келесілікке өткенімізде бөлуде көбейту болады. Дұрыс. Бірінші санның өзгеріссіз болады, ал екінші бөлшегін кер санын жазамыз. Жарайсыздар, отырыңдар. Жай бөлшектерді бір-бірімен қосып азайтқанда қалай қосып азайтамыз? Кім? Ислам? Қосудан азайтуда ортақ бөлімге келтіреміз. Бөлімдегі сандарда ортақ бөлімге келтіреміз. Жарайсың. Енді отыр. Үй тапсырмасы 540 есеге. Не істеу керек еді? Амалды орындау. Амалды орындаған не істейміз? Рет шығарамыз. 8 жол болсын, 7 жол болсын, 10 жол болсын. Қазір дәптер кітапты ашып отырамыз. Бір сұрақ көріп шығайын. Сендер. Жарайсың. Молодец. Жарайсыңдар. Барлығын орындаусыңдар. Енді оқушылар, сендерге бір-екі сұрақ сабақ басталмас бұрын қоян бір-екі сұрағым бар. Жақсылап мұқият тыңдаймыз. Миға шабуыл нәрселерді санағанда керек бізге ауадай айдындашы бұл қандай сан жан-жағына қарамай. Ислам? Жоқ, математика сандар, көп қой сандар. Қандай, рационал сандар ма? Өзіміз күнделікті санап жүрген? Жарайсыздар. Енді мынаны оқыңдаршы. Қанша? 500 мың, 55 мың, 555. Осы санымыз 3-ке және 5-ке бөліне ма? Қайсы? 5-ке ғана бөліне 5. Дұрыс, өйткені соңғы санымыз ал 3-ке ше? Неге бөлінеді? Өйткені 5-тен нетедек бірден береміз. Молодец, жаман емес. Балнұр? 3-ке бөлінбейді, өйткені оның ең соңғы саны тақсан болып тұр. Мысалыға 25 3-ке бөлінгенмен 15 3-ке бөлінгенмен 5 бөлінбейді, өйткені одан қалдық шығады.
Aha, yani İslam жарайсың. 500 мың, 55 мың, 550, 5-ке ғана бөлінеді. Нақты десеңіздер, 5-ті бөлінетін сандар, тек қана соңғы саны 5 және 0 болу керек. 3-ке ше? 3-ке бөлінбейді. 3-ке оқыштар бөлінеді. Қалай? Мынау берілген цифрларымызды бір-бірімен қосатын болсақ, иә? 6 цифр ғой, 5, 3. Бөлінеді. 5 және 6. Қоссақ қанша болады? 33-ке бөлінеді. Яғни 33-ке бөліне ма? Иә. Сонда 500 мың, 55 мың, 555 саны 3-ке де және 5-ке де бөлінеді екен. Енді жол біліп жүрді, жарай ма? Енді оқушылар, сендерді жеке-жеке топқа емес, бір топқа бөле салайын, бірінші қатар бірінші топ және екінші қатар екінші топ. Сендерге топ бойынша тапсырма беремін. Бірінші тобымыздың тапсырмасы қатты қиын емес, шығарып жүрген есептеріміз. Екінші топтың тапсырмасы. Кәдімгі оқушылар уақыт алмай, тез-тез дәптерге шығарамыз. Екі тапсырмада екеулерімізге ортақ есептейміз, екінші қатарда есептейміз. Барлығы 3 есеп. Дұрыс. Жақша алмаймыз. Егер көбейтумен бөлу кеп қалса, қай амалды орындаймыз? Бөлуді орындаймыз. Жарайсыз. Яғни 1/5. 1/5-тен 3-ті бөлемін 3 қаншаға? 3/5-тен 2-ге. 3/5-тен 2. Қоса? Оны неге айландырамыз? Бұрыс бөлшек болса неге айландырамыз? Аралас саны. Яғни алымын бөліміне іңкәр бөлеміз. 29-ды 22-ге бөлсек? Қанша болды? 29-22. Неге 105 сізге не істейміз? Төбесіне үшіледі. Қанша болды? 2/2? Дұрыс, 2/3 3-ке бөлінуші. Так, мынау мәніміз қанша болды, Кәусар? 10-дан 1 шықты. Анайға жағдай сал, бірінші есебі. 2/2. 22-де 16. Енді 22 мен 16 қысқара ма тағы? Қандай сама? Қанша болады? 22 мен 16 қысқарса? 2/8 дұрыс. 8-ден анаған 10 дұрыс. Сонда 2/11 қанша болады екен? 8 болады екен. Ана сәл беріп терімді. 2/11 8. Молодец. Нам қысқарып жіберсін. 8 тиді. Анаған 11 болды. Жарайсың. Екінші есепке қысқарама ма? Молодец болды. Екінші есеп не болды сен? Бұрыс бөлшек айландырдың, жарайсың. Енді қысқарама. Қысқармаса не істейміз? Алымына бөлінді. 49 2-ке көбейдік. Тез-тез. Екінші топ көмектесіп жіберейік. Екінші есебіне. Нұрхан, кел. Жұмыс. Кім дайын? Топтық жұмысқа. Екінші топтан Кәусар, бірінші топтан Балнұр. Жарайды. Келдір. Екі қызымыз кесіп, қалғанымыз шығарып, көмектесіп отырамыз, оқушылар, амалды орындауда егер жақшамен берілсе, қайсыны орындаймыз? Жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз. Яғни берілген есептеріміз қанша жолмен шығады? Көбінесе екі жолмен қарастыруға болады.
11'den aldırdınız. Öyleyse жақшаға ішіндегі амал орындап аламыз. Yani tamam açılar. Kızlar, есебіміз есебім. Бүтіндерін бірге бір алып, сөйтімді Екінші жақшаға жай өлшектерді алдым, 12-ден 7 қанша? 5. Дұрыс. Енді неге қосу бұны? Азайту ғой бізге. Азайту. Дұрыс. Одан кейін жай өлшектерді естейміз. Ортақ бөлімге келтіреміз. Қайсы? Bölümdегі сандарды. 3-4-тің ортақ бөлімі, аян? 12. 12'ні 3-ке бөлсек 4-тен дейді. 12 бөлсек 3-тен дейді. Жоқ. 8-ні толсыңыз мı? 8 азайту толсың. 8 азайту. Енді қаранды, оқшылар 8-ден 9 аламаймыз ба біз, естейміз? Яғни 5 бүтінің 1 бүтінге кеңейді. Қанша болады? 4 бүтін. 4 бүтін. 12-ден 12 деп аламыз. Қосу 8, азайту 9 болады. Kaça bakalım? Kaça var? 12 8 olsa 4 бүтін 12'den 12 8 olsa kaça? 20'dan 9 alsa kaça? 10. Молодец, 10 var. Sonra 4 бүтін sonra 12'den kaça çıktı? 11 çıktı. Kelesi. Екінші жол не дейді? Көбейтпейді. Жақшаға шыққан нені арбасанды көбейтпейді. 11'дің артына. Сенікі. Қоса? Жарайсың. Молодец. Яғни 2 бүтінің 1 бүтінге келмейді. Жарайсың. Не істейді? Енді арбасандарды 1 бүтінге бөлгенде не істейміз, Нұрхан? Қалай бөлеміз? Дұрыс бөлшекке келтіреміз, Одан кейін екінші бөлшегінің теріс санын жазылады. 11'ден қанша? 6. Дұрыс. Қандай санға қысқарады? 1'ден. Дұрыс. Қай қысқара ма? Kızda kaça bölemiz? Jur. 20 koysan kaça? 20 almasın ben. Çok çabalayı mı? Ölçeksiz. 400'da 20 bölüyoruz ya. 400. Tez bunu stop. Aralasan bir bölümümüz olsa isteyimiz. Bu bölüşü kaynamamız ya. Malabız.
İslam, молодец. Жақсы ақылды, İslam. Жақсы. 17'de 8 şöyle Молодец. Ортақ бәйге келтіреміз. Жарайсың, İslam. 7-ші жол не істейміз? 17'den 8. Қысқара ма қарамас тұрасыңдар? Азамат? Қысқара де? 4 қысқарада қандай сан бар? 4-ке. 1-ден бересің? Наған? 17 өз-өзінен қысқара де? 2-ші есептен 2. İslam ne oldu desem? Ama işte şarayım. Oturun. Жарайсың. Apay şöyle çıksam olamam apay. Apay. Uspuşu kayanlarda kaça oluyor? Şuradan altı kaça? Şuradan altı kaça? Şuradan altı. Uspuşu kayanlarda mısın? 18'ge yakın olsa kaça? 20. 20. Neden 20 bulan? Ya, tarafını kuşuyuz. Bölüm neyle aynaları? Yekişi bölüşenin keri sana 9'dan 20. Dürüst 75. Жетерден екі қанша? 14. Қысқара ма? Жоқ, қысқармайды. Қандай санға? Қысқармайды апай. 2-ге. 7-ге. Қысқармайды. Сонда жауап қанша болып қалса? 15. Жаз. Азамат кел, тоғызға көмектес. Апай, мен шай қой. Апай, шай кетіңізші. Апай. Апай, Жарайсың, шай. Апай, шай. Тез-тез, үшінші шкаф жасаймыз. Уақытта шамшы. Я, үші. Үш. Apay 3 gibi olsam olamam. 13 болады, е? 13-27-ге жетпейді. Нөл түсіресің. Қаншадан береміз? Apay 15 gibi olsam olamam. 4-тен беріп көр. 20, 8-ге қойды. 8, ойдағымен 9. Қой. 10. 4 аздық қылатыр, е? 5-ті беріп көрейікші. Apay 3 gibi çıksam olamam. Аз көте ма? Ya biz apay kaldık kaldık. 4-тен береміз. Қанша болып жаңа? Азай. 2 болады. Ана 2, 27. Сонда 14,27-ден айда шықты. Apay 3 üstüne çıksam olamam. 2-ден 27-ден 22. Яқын жаз. 14,. Apay 3 üstüne çıksam olamam. Жарайсыздар. Бірінші топ 2 есеп шықты, үшінші топ 3 есеп шықты, е? Жарайсыздар, екінші топ. Екі кітаппен жұмыс. 542. Нұржамал, оқышы, не дейді? 542-де. Қабырғасының ұзындығы 4,3 см. Қабырға 5 см, онда 9 метр, 1,3-2 дециметр болатын шашының периметрінен ауданы табылды. Шашы фигура қандай болады? Барлық қабырғалары Бірдей. болады, е? 542-ші. Екі кітаппен жұмыс жалпылама. Топпен жұмыс аяқталды. 500. Назерке, кел. 543-ті оқышы. Кім? Айзада, не дейді 543-ті? Тік төртбұрыштың ауданы 75-те 16 метр. Егер оның Қоры, 15-те 4 метр болса, онда тік төртбұрыштың периметрі қандай? Кел, екінші неге. Так,
Kesemiz figurani. Barliq qabırg'alari ne bo'lib keladi? Bitta ko'p keladi, ya. Birinchi figurani solamiz. Hozirda figurani solamiz. Qanday bo'ladi ko'rish figuramiz? Yo'q, bu shashi, senki. Bizga avdan berilgan, avdanda latinni qanday harfga belgilaymiz? S. To'rtburchak avdan formasi qanday? Bir nol. Ya'ni uzunluq bilan y'ning ko'pincha bo'ladi, ya. A ko'pincha ne bo'ladi? V. Uzunluq bizga A bo'lsa, yerimiz ne? V. Bizga berilgan ne bizga? Esimiz qancha tengdeydi? 75 ga 16 metr kvadratga tengdir. Yerga yozib olamiz. Ular 75 ga 16 ilk marta yozamiz. Metr kvadrat o'lchamida. Metr kvadrat. Odan keyin y'ni berilgan. Y'ni qaysi deb jana? Bu, ya. Bu teng. Qancha deydi? 15. Bizga yesib ne deydi? Tik to'rtburchak perimetrini topdi. Tik to'rtburchak perimetr qilib topadi. Durust. Qaysi qo'shamiz? Avdandan ko'paytiramiz. Perimetr formasini aytlash tik to'rtburchak. Aql qo'shamiz. Abi. Yaxshilashni A qo'shamiz. Ya'ni uzunlik bilan y'ni qo'shamiz. Y'ga ko'paytiramiz, ya. Endi o'qishlar bizga avdan men y'ni berilgan ne belgisi bo'lib tur? Perimetr. Uzunligi. Ya'ni formuladan ne isteymiz? O'rnak deb olamiz, ya. Uzunligini topish uchun S teng A ko'paytirilgan B emasmi? A'ni topish uchun ne isteymiz? S'ni B'ga bo'lamiz. Sonda uzunlikni topib olamiz. Tez topib. S qancha teng? 75 ga 16 deb yoz. 75 ga 16 ni. Bölümümüz y'ga bölüm 15 dan 4. Birinchi o'zgarsiz qoladi. 75 ga 16 deb yozamiz. Hozirda bölüm nega aylanadi? Joy bo'shlikni bo'lganda bir-birini ko'paytirib aylanadi. Durust. Ko'paytirib. Ikkinchi bo'shaylik kersani yazamiz. 15 dan 4 ni kersani 4 dan 15. Qisqarami? 16 dan 4 qisqaradi. 4 ga mana 1 deb. 75 dan 15 qisqarami? Qisqaradi. Qanday sanlar? 15 ga. Ana 1 dan. Da 75 dan 15 ga bo'lsa qancha? 5. 4 ga. Молодец. 5 bo'ladi. Sonda bizden tik to'rtburchagimizning uzunligi qancha teng ekan? 5 dan 4 ga. Biroq bizga ne so'rab tur? Perimetrni top deydi. Ne isteymiz? Mana formulaga kirib qo'yamiz, ya. Perimetr. P teng y yaxshilash. A qancha teng bo'ldi uzunligi? 5 dan 4. Durust. 5 dan 4 ni qo'shamiz qanchaga? Buni 15 dan 4 ga. Qo'shuv desang? 15 dan 4. Yaxshi. Kim ayan? Kelsin. Aysada ko'maklashishni istaymiz. O'rtoq qo'lga keltiramiz, ya? 15 bo'ladi. Mana qanchadan tiyadi? 3 dan tiyadi. 3 ya. Mana 1 dan tiyadi. Sonda y'ga yaxshilash. Y'ga desang, y'ga qo'msib yaxshilash. Qo'msib. Qancha bo'ladi? 12 ni 4 ga qo'shamiz. Qancha? 15 dan. Qancha bo'ladi? 12 ga 4 bo'lsa. 16 bo'ladi. Qisqarmaydi. Qisqarmasini istaymiz.
Alımlar bölümü kaça болады? 15'ten 2'nin 16'ga bölінсе қанша? 32 болады. 15'ten 32. Енді шыққандарымыз бұрыс-бұршақ болып қалды. Не істейміз? Бұл тамақ оны араласанға айландыру үшін не істейміз? Алымын бөліміне бөлеміз. Яғни 32-ні 15-ге бөлеміз. Қанша болады? Жоқ, сен бөлсе. 32-ні 15-ге бөл. Баған түрінде. Яқа, бөлші. Айзада. Қанша? 2,15. Молодец. Жас. 2,15-тен 2 шығады. Шықты ма? Молодец. Жарайсың. Не болады? 44 оқиын. Метр болады. Жауабы 40. Жауабы 40. Жарайсың. Ең қанша болды? 2,15-тен 2,15 метр. Очень много метр было. Вот оқушылар жарайсыңдар. Топтық жұмыста да, жеке жұмыста да белсенді болыңдар. Өте керемет үй тапсырмасы 544 пен 545 үй тапсырмасы. Сау болыңдар.